Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналда қазақ тілі 3 сынып 90 сабақ болымды және болымсыз етістік. Балалар, мен сендермен Майра апай бүгінгі 90 сабақтың тапсырмаларын орындауға көмектесетін боламын. Тапсырмалар ұнаса лайк басып тіркеле етіңдер. Ал олай болса бастайық. 28-ші жаттығу. Етістіктерді салыстырып оқы. Олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін аңғар. Жүз, жүзбе, жаз, жазба, күл, күлме, бар, барма, төк, төкпе, тақ, тақпа. Балалар өздерің аңғарып тұрғандай, жүз болымды, жүзбе болымсыз, жаз болымды, жазба болымсыз, бе және ба жұрнақтары арқылы болымсыз етістікке айналып тұр. Яғни келесі тапсырма: қосымшалы етістіктерді көшіріп жаз. Түбірмен қосымшаны тиісті белгімен белгіле. Жүзбе, жүз, түбір, бе жұрнақ. Күлме, күл, түбір, ме жұрнақ. Төкпе, төк, түбір, пе жұрнақ. Жазба, жаз, түбір, бе, ба жұрнақ. Барма, бар, түбір, ма жұрнақ. Тақпа, тақ, түбір, па жұрнақ. Яғни бұл болымды сөйлемдер болымсыз сөйлемге жұрнақтары арқылы өзгеріп тұр. Дәптерлеріңе осы белгісімен бірге жазып көшіріп алыңдар. Балалар, мен үйретіп жатқан әрбір тапсырмаға мұқият назар аударып түсініп алыңдар. Келесі тапсырма: 29-шы жаттығуда мақалды жатқа айтып көркем жазуымыз қажет. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Яғни мақалдың мағынасын түсіндір дейді. Яғни бұл мағына тек өз әкеңнің баласы ғана болып қана қоймай, сонымен еліңнің қамын, болашағын ойлайтын ұрпақ бол дегені. Осы мақалда қарамен жазылған етістіктерді салыстырып, олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін айтыңдар. Бұл болымды етістік, болма бұл болымсыз етістік. Яғни болымсыз етістік ма жұрнақ арқылы сөзді қарсы мағынаға өзгертіп тұр. Келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, бұл сендерге жаңа ақпарат, яғни ереже. Ережені дәптерлеріңе жазып жаттап алыңдар. Яғни етістік болымды және болымсыз болып екіге бөлінеді. Болымды етістік күл, жаз, болымсыз етістік күлме, жазба. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Ерінбе, бұзба, жума. Келесі 30-шы тапсырмада балалар тыйым сөздерінің қатесін түзеп дәптерлеріңе көшіріп жазыңдар. Босағада тұрма, нүкте қоямыз. Келесі сөйлем бас әріппен жазылады. Көк шөпті жұлма, нүкте қоямыз. Келесі сөйлем бас әріппен жазылады. Малды теппе, нүкте қойылады. Келесі сөйлем бас әріппен жазылады. Ақты төкпе, нүкте қойылады. Балалар, осындай қатесі жөнделген жаттығуды дәптерлеріңе қатесіз көшіріп алыңдар. Яғни қате қай жерде жөнделгенін мұқият түсініп алыңдар. Яғни нүкте қойылғаннан кейін әрқашан келесі сөйлем бас әріппен жазылады. Осыны балалар ұмытпаймыз және жоғарыдағы ережені жаттап жүреміз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Яғни келесі тапсырмада балалар шығармашылық үзіліс. 31-ші тапсырмада ребустың шешуіндегі сөз болымсыз етістік бола ала ма? Ойыңды дәлелде. Яғни балалар, мына берілген ребусты сендер менен де бұрын шешіп қойдыңдар деп ойлаймын. Дұрыс айтасыңдар, ребустың шешуі баспа. Әрине балалар, болымсыз етістік бола алады. Өйткені па жұрнағы жалғанып тұр. Яғни бас бұл болымды етістік болса, баспа бұл болымсыз етістік. Балалар, сендерге бүгінгі тапсырмалар ұнады ма? Ұнаса лайк басып тіркеле етіңдер. Сау болыңдар.